Бүгін сіздермен помидорды, яғни қызанақты қысқа морозильникке сақтау жолдарын көрсетемін. Сәлем достар, сіздермен ас болсын каналы. Ең әуелі помидорларымызды жақсылап жуып аламыз. Помидорларды көкөніс жемістерді тазалау видеосы менің каналымда бар. Видеомды кіріп көрсеңіздер болады. Және де пищевой пленка орап аламыз помидорларды тақтайтын ыдысқа. Осылай видеода көрсетілгенде қалаған өздеріңізге ыңғайлы формада турап, не болмаса думалақ күйінде де қатырсаңыздар болады. Мен көбінесе думалақтарды қыстың күні сорпаға, бешбармақтың сорпасына қосып жіберуіме болады. Жартылай дөңгелекте де солай. Ал мынау туралғандарды оны мен қуырма, яғни подливтерге пайдаланамын. Дәл осылай морозильникке қатырып алғаннан кейін 5-6 сағаттың ішінде қатады. Осылай ыдыстарға жинап, болмаса пакетке салып, морозильникке тастасаңыздар, қыста рахатын көресіздер. Кәделеріңізге жарасын, ас болсын. Егер менің видеом сізге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, каналыма қолдау көрсетіп, лайк басуды ұмытпаңыз.